Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қай сахаба өлер алдын 2 ракағат намаз оқып алайын деген білесіз ба? Хубайб ибн Ади, Алла оған разы болсын. Ислам діні уақыт өте келе көп тайпаларға тарала бастайды ғой. Сол кезде тайпалардың бірі, адамдар келіп, Алла елшісі дейді, біз исламды қабылдадық, біздің ел исламды қабылдап жатыр жайменен. Енді біздің елге осы дінді толық түсіндіру үшін Құранды үйретіп, ислам үкімдерін, яғни шариғатты түсіндіретін сахабаларыңыздың бірін жіберіңізші бізге қарай дейді ғой. Сахаба араб тілінде серік, яғни пайғамбарымызды, Алланың оған егілме сәлем болсын, көзі тірісінде оны көрген, сұхбатын тыңдаған адамды сахаб деп айтады, яғни сахаба. Осындай сахабалар әр қайсысы жаңа қабілетіне қарай діннің әрі қарай өркендеуіне үлес қосқан, көрші мемлекеттерге ұстаздық қызмет атқарған. Алла оларға разы болсын. Сахабаларыңыздың бірін бізге жіберіңізші деген кезде, сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол мемлекетке 6 сахабаны жібереді. Түсіп қалады ғой, Торулға тап болады. Хубайб ибн Ади мен Заид ибн Дасина деген 2 сахаба, Алла оларға разы болсын, тұтқынға алынып, қалғандар сол жерде қайтыс болады. Осы 2 сахабаны Меккеге апарып құлдыққа сатып жібереді ғой. Хубайбты, Алла оған разы болсын, Әл-Харис ибн Амр деген құлдық қалады, сатып алады ғой. Біраз уақыт осының қол астында құл болып жүреді сахаба. Бір күні оны өлтіруге шешім қабылданғанын естиді Хубайб, Алла оған разы болсын. Харистің қызының бірінен ұстара сұрайды, станок. Қызы әкеп береді, сонда Харистің әйелі сол уақытта дейді, сол кезде қызымды көзден таса етіп қойдым дейді. Келсем, Хубайб оны тізесіне отырғызып алыпты. Қолында ұстарасы бар дейді. Зәрем ұшып кетті. Ол менің жүзімдегі үрейді байқайды да, қызыңды өлтіріп қояды деп қорқып отырсың ба дейді. Қорықпа, мен ондай іске ешқашан бармаймын деп айтты. Әйел кейін исламды қабылдаған адам болып тұр ғой, сонда Алламен ант етемін деп айтып тұр да. Мен Хубайбтан артық тұтқынды ешқашан көрген емеспін. Ол тұтқында болған күні біздің үйде кісендеулі болды дейді. Алғаш келген кезде қашып кетпес үшін оны кісендеп қойды дейді. Сонда оның кісендеулі күйде отырып, ерекше жүзімді жеп отырғанын байқадым дейді. Ондай жүзім Меккеде жоқ. Алла тағала соны ризықтандырып отқан екен солай. Оны өлім жазасына кесетін уақыт келді. Сонда ол айтады, рұқсат етсеңдер, мен 2 ракат намаз оқып алайын дейді. Рұқсат береді, намазын оқып алады, кейін тұрып оларға қарап, мен дайынмын дегендей, Алланың атымен ант етем. Егер мен өлімнен қорқатын болғанда қазір, намазды сылтау етіп ұзағырақ оқитын едім деген екен. Кей деректе, егер де мен өлімнен қорыққанда дейді, мен тағы 2 ракат намаз оқитын едім дейді. Оны сол меккелік құрайыштар Әл-Харам, қасиетті аймақ бар ғой, содан тыс жерге апарып, дарға суға арналған бағанға алып барады ғой. Оны діннен бас тартуға көндірмекші болады. Бірақ ол қайтпайды. Сонда оны өлтіреді сол жерде. Оның ерлігі, Алла жолындағы қазасы мұсылмандарға қатты әсер етеді. Құрайыштар оны дарға аспас бұрын денесінен ет кесіп жатады. Сұрайды ғой, сенің орында қазір Мұхаммедтің, Алланың оған егілме сәлем болсын, болғанын қалар ма едің деп сұрайды. Оның аяғына тікеннің шаншылғанын қаламаймын деген ғой. Оның қиналғанына төзе алмаймын деген. Мен өлімнен қорықпаймын дейді. Алла тағала өлімді қай жерден қалай жіберсе де, мұсылман болып өлсем болды дейді. Өлімнің соңғы демінде, я Раббым дейді. Осы жайтты пайғамбарға хабар етші. Алланың оған егілме сәлем болсын. Мыналардың санын бірлеп тұрып, біреуін қалдырмай көздерін құртшы деп дұға етеді екен. Сол кезде оны дарға асып өлтірген. Бұл оқиға хижраның 4-ші жылы орын алды. Осы болған жайттың барлығын Алла тағала пайғамбарымызға, Алланың оған егілме сәлем болсын, уақи арқылы жеткізген болатын. Осылайша ұлы сахаба Алла жолында өмірін қиды. Өлім алдында 2 ракағат намаз оқу дәстүрін қалыптастырған алғашқы сахаба. Алла оған разы болсын.